Мен өзімді нағыз тамық отының ортасында жүргендей сезінемін. Өмір мен өлім арасындағы шекара бұлдырап, болмыстың ең терең құпиялары жасырылған жердемін. Армысыздар, достар. Бүгін біз Юджи Какудың шедеврі Тозақ аралы Hell's Paradise адский рай мангасына толық шолу жасаймыз. Біз аты аңызға айналған арал кезеңінен бастап оқиғаның шарықтау шегі кету бөліміне дейінгі ұзақ жолды бірге жүріп өтеміз. Бұл жай ғана кезекті манга емес. Бұл адам жанының ең терең қатпарларын қозғайтын, болмыс мәнін зерттейтін өнер туындысы. Юджи Каку түрлі шығыс діндері мен мифологиясын шебер ұштастырып, адамдар мен құдайлар бетпе-бет келетін, жақсылық пен жамандықтың шегі жойылатын бірегей әлем құрды. Оқиғаның қызып жатқан тұсына ауысайық. Дәл осы сәтте Су Джиннің қалдықтары Шионға тап беріп, оның денесіне улы бұтақтарды қадай бастайды. Егер ол қылышты жібермесе, өсімдік оған шабуылдай береді. Бірақ Шион шегінбейді. Егер екеуі де бірге өлсе, демек ол жеңіске жетті деген сөз. Нуругай уайымдап оны тоқтатпақ болады. Бірақ Шионның жан айқайы бәрін селт еткізеді. Ол Тензаны тастап кеткендегі өкінішін, өз өткені үшін жауапкершілік алғысы келетінін айтып, Нуругайдан қашуды өтінеді. Ол өз қателігін түсінгенде көзінен жас та шығара алмайтын күйде. Нуругай көз жасына ерік беріп қаша жөнеледі. Ол Шионның қазір не сезініп тұрғанын жақсы түсінеді, өйткені өзі де сондай күйді кешкен. Ол өзін жақындарының өліміне кінәлі санап, өлімді аңсап жүрген болатын. Алайда Тензамен кездесуі және оның сенің өлімін деген себебімді қабылдай алмаймын деген сөздері Нуругайды тоқтатады. Ол алдында жатқан қылышқа қарайды. Кенет оның көз алдына Тензаның бейнесі келеді. Ол күлімсіреп Нуругайға қылышын ұсынады. Нуругай жағдайды түсіндіргісі келсе де, Тензаның рухы оған үнсіз ғана ишарат білдіреді. Егер бәрі осылай болса, онда жасалуы керек жалғыз ғана іс қалды. Нуругай өз ұстазының рухынан күш алып, қылышын сілтей сарайға қарай ұмтылады. Іште Шион өлім мен өмір арпалысында жатыр еді. Ол өзінің өмірлік қуаты, дао, таусылып бара жатқанын сезеді. Бірақ дәл осы сәтте Нуругай лап беріп, оны өлім құшағынан суырып алады. Ол Шионның дауысын қалпына келтіру үшін оның басын, тән мағынасында емес, дао ағынын реттеу үшін кескендей әсер етеді. Нуругай өлмейтін құбыжықтың қайта қалпына келу үшін бір күн керек екенін айтып, бұл жерден тез кетуді ұсынады. Бірақ кекке булыққан Шион ол құбыжық тыныс алып тұрғанда кете алмайтынын айтады. Сол кезде Нуругай оған ең маңызды шындықты жеткізеді. Тенза өкінішпен өлген жоқ. Ол күлімсіреп өлді, өйткені жақсы көрген адамдарының құтылғанын білді. Оның жүзінде кек емес, мақтаныш пен сәл ғана мұң болды. Нуругай Шионды құшақтап, одан кек туралы емес, Тензаның бұрын қандай болғаны туралы айтып беруін өтінеді. Шион қылыш жүзінен Тензаның бейнесін көргендей болып, ақыры жан тыныштығын тауып, аралдан кетуге келіседі. Тензендердің суықтығы. Дәл осы уақытта рәсім жасалатын орында екі құты сынып, үшіншісі шытынап жатады. Бұл Тензендердің жеңілгенінің белгісі. Сагари Габимару мен басқалардың тірі екеніне сенеді. Гуфа болса өлген жолдастары үшін кек алуға асықпайды. Ол Тензендердің сезімімен байланысы жоқ екенін, олар үшін өлім жай ғана Ин мен Ян жолындағы жаттығудың бір бөлігі екенін айтады. Олар Мэйге де солай қарады. Бірақ кішкентай Мэй өмірдің не екенін енді түсіндім деп жауап бергенде, Гуфаның ішінде қызғаныш пен мұң оянады. Ол да бұл жүйенің қаншалықты қате екенін іштей сезетін сияқты. Кенет бүкіл сарай теңселіп, жер сілкінеді. Жағдай мүлдем қиындап кетті. Өйткені аралға 66-шы бұйрықтың нағыз шебері, Ямада Асаэмонның 2-ші дәрежелі жазалаушысы қатыгезде Айбынды Шуген жетті. Ол кездескен кедергінің бәрін қиратып, алға жылжып келеді. Екінші жақта Гинтецуға көзін қорғау үшін таңғыш тағып, Фучи мен Тома оның формасын қалжыңдап талқылап жатады. Бірақ Чобе оларды тоқтатып, Рианның қорқынышты жоспарын ашады. Риан бүкіл Жапония халқын тан дәрісіне айналдырып, оларды банко құбыжығымен біріктірмекші. Чобенің сөзі бәрін шошытты. Ол Рианмен бірге болғанда Фучу дзюцу рәсіміне қатысып, үнемі эксперименттерден өткенін жайып салды. Ол енді жай адам емес, оның бойында Тензендерге тән қасиеттер оянып жатыр. Чобе Гантецусайдың бұл жағдай тым күрделі болып кетті деген шағымдарын үнсіз тыңдайды. Ол тіпті Фучидің таңғыш туралы ұсынысымен келісіп, оны қуантып тастайды. Бірақ ағасының Тензендермен не істеп жүргенін білгісі келген Тома сұрақ қойғанда, бәрінің төбесінен жай түскендей болады. Чобе өзінің боку дзюцу рәсіміне қатысқанын және үнемі қатыгез эксперименттердің нысаны болғанын ашық айтады. Бұл оның тән емес, рух деңгейінде де өзгеріп, біртіндеп адамды қалпынан айырылып бара жатқанын білдіреді. Фучи Рианды тоқтатып, қашу үшін оның кемесін иемдену керектігін айта отырып, Чобеге одақтас болуды ұсынады. Бірақ Чобе жауап беріп үлгермей, бөлме тағы да қатты теңселіп, жер сілкіне бастайды. Бұл бүкіл аралдың құрдымға кетіп бара жатқанының белгісі. Сол уақытта Нуругай жаралы Шионның қолтығынан демеп, оған жүруге көмектеседі. Шион Нуругайдың болашағы үшін қатты алаңдайды. Ол тіпті ең нашар сценарий орын алса да, Нуругайдың аман қалып, үйіне оралуын қамтамасыз ететінін айтады. Бірақ олар Эдоға бармайды. Шионның жоспары ел аралап, әлі күнге дейін жасырын өмір сүріп жатқан тау кландарының арасына қосылу. Ол мүмкін мұндай өмір екеумізге де жарасатын шығар деп толғанады. Шион тізе бүгіп тұрып, салтанатты түрде уәде береді. Көзімде өмір оты жанып тұрғанда мен сенің қорғаушың боламын. Осы бір терең сәттен кейін олар Шионның соқыр метафоралары туралы әдеттегідей қалжыңдасады. Бірақ кенеттен басталған сілкініс бәрін үзіп тастайды. Сілкініс басылғанда Шион оның неден болғанын анықтай алмай қалады.
Дәл осы сәтте қараңғылықтан Ива ауылының бетперде киген ниндзялары көлеңкеден суырылып шығады. Олардың бірі Шион мен Норугайдың алдына келіп, Шугеннің бұйрығын жариялайды. Барлық қылмыскерлер мен олардың жағына шыққан асаймондардың көзі жойылсын. Бұл аралдағы соғыстың жаңа, бұдан да қатыгез кезеңге өткенінің белгісі. Енді жау тек құдайлар емес, сонымен бірге адамдардың арасындағы ең қатыгез жазалаушылар. Дәл осы уақытта Гантецусай мен оның қасындағы 3 серігі, сондай-ақ әлі де ес-түссіз жатқан Габимару көптеген ниндзялардың қоршауында қалады. Сол сәтте Габимарудың айналасындағы ниндзялар оның көзін жою үшін бірден тап береді. Алайда Габимару дәл сол сәтте оянып, бір ғана мінсіз қимылмен 4 бірдей жауын жайратып салады. Өзіне шабуыл жасағандардың Ива ауылының зұлым ниндзялары екенін түсінген ол, келесі Габимару осында екен деп түйіндейді. Достар, келесі Габимару деген не мағына береді? Бұл туралы алғашқы ойларыңыз қандай? Міндетті түрде төмендегі пікір қалдыру бөліміне жаза кетіңіздер. Енді аралдағы алғашқы түнге, олардың лагер құрған кезіне оралайық. Шион мен Сагири отбасында отырғанда Габимару Сагириге оның ұйқысы келіп тұрғанын айта беретін, бірақ Сагири мұны үнемі жоққа шығаратын. Юзуриха болса, Габимарудың шайқастардан кейін ғана ұйықтайтынын айтады. Бірақ оған жауап ретінде Габимару өзі сияқты Ива ниндзяларының ұйқысыз кем дегенде 10 күн бойы жүре алатынын жеткізеді. Осыны естіген Сагири, егер сондай мықты болсаңдар, неге біреулер соңынан келеді деп сонша уайымдайсың? Неге олар бір ғана қашқын ниндзя үшін соншалықты әуре болады? Деп таңғалады. Габимару мұның себебін түсіндіреді. Бос кеңістік Габимару бұл жай ғана лақабат емес. Бұл Ива Какури ауылының ең мықты шинобиіне берілетін және ұрпақтан ұрпаққа өтетін арнайы кодтық есім. Бір сөйлемде Габимару дегенді 12 рет қайталау адамның миын ашытатыны анық, бірақ бұл титулдың салмағы өте ауыр. Ауыл ақсақалы кішкентай Габимаруды ата-анасының өлі денесінің қасынан тапқанда, олардың жанында тұрған адам алдыңғы Габимару болатын. Бұл қазіргі біздің кейіпкеріміздің әлсіздігі емес, керісінше сол кездегі титул иегерінің қатыгездігі еді. Меніңше, Габимарудың ата-анасын өлтіргенде дәл сол алдыңғы Габимару болуы әбден мүмкін. Олай болмаса, егер ата-анасы ауылдан қашпақ болған қарапайым ниндзялар болмаса, олар бұл лауазымға қалай ие болар еді? Бәлкім мен бұл сахнаны тым терең қазып жатқан шығармын, бірақ бұл өте маңызды деталь. Баяғыда Сента тірі кезінде Юзуриха оған осы аңыздың қорқынышты жақтарын айтып берген болатын. Ол бос кеңістік Габимару туралы сұмдық хикаяны баяндап, бұл есімнің шындыққа жанасатын жалғыз нәрсе екенін жеткізді. Ол бұл бейненің қайта оралып, бұрынғыдан да бетер ойран салатынына сенімді. Ондаған жылдар өтсе де, бұл есім ескірмейді де, өлмейді де. Ол тірі жүрген террордың, қорқыныштың бейнесі сияқты. Габимарудың өз естеліктеріне үңілсек, Ива Какури ауылының ақсақалы жас үміткерлердің, яғни болашақ Габимару болуға үміткер балалардың алдында тұрып, мен сендердің араларыңнан келесі мұрагерді таңдап аламын деп жариялайтыны көрсетіледі. Бұл дегеніміз, аралға келген жаңа жау біздің кейіпкеріміздің барлық әдіс-тәсілдерін білетін, одан да қатыгез нұсқасы деген сөз. Жаттығу кезінде Ива ауылының ақсақалы жас Габимаруға үлкен үміт артты. Оның ерекше дағдылары мен бойындағы суыққандылығы, ешқандай эмоциясының жоқтығы ақсақалды тәнті етті. Бірақ Габимару басында сәл басқашалау болған сияқты. Бірде ақымақ бір бала оның басына тас лақтырғанда Габимару орта жол дегенді білмейтінін көрсетті. Оқиғаның соңы немен аяқталғанын өздеріңіз де көріп тұрсыздар. Ақсақал сол кездегі титул иегерінен, яғни алдыңғы Габимарудан бұл туралы сұрағанда, біздің кейіпкеріміздің нағыз жыртқыш мінезі ерте оянғаны белгілі болды. Клан ішіндегі қатыгездік тоқтамады. Ақсақал әрбір құрбанның жас Габимаруды әлсіздерден қалай бөліп шығарғанын мұқият бақылап отырды. Осылайша оның айналасында тек өзі сияқты ойлайтын, тең дәрежелі жауынгерлер ғана қалды. Кейінірек, шинобилердің бірі Габимарудың өте қауіпті тапсырманы сәтті орындағанына таңғалып, оған жақындайды. Қарсыластарының қызғанышы мен замандастарының таңданысына ие болған нағыз талантты көрген ақсақал, дәл осы Габимаруды келесі мұрагер етуді ұйғарады. Ақсақал Габимаруды шақырып, оны келесі мұрагер ретінде таңдағанын айтады. Бірақ бұл лауазымды алу үшін арнайы рәсімнен өту керек. Ол қазіргі титул иегерімен өлімге дейін айқасуы тиіс. Біздің бала бұл шайқаста еш қиналмай жеңіске жеткен сияқты, өйткені авторлар тіпті шайқастың қалай өткенін де көрсетпейді. Алдыңғы Габимару біздің кейіпкеріміздің қолынан бірнеше сәтте ақ кадр сыртында жоқ болды. Габимарудың қаншалықты мықты, тіпті сынған екеніне дән риза болған ақсақал, сен тарихтағы ең қуатты бос кеңістік Габимару боласың, деп айқайлап қуанышын жасыра алмады. Қайтадан қазіргі уақытқа оралсақ. Шуген ниндзяларға тірі қалған Ямада асаймандардан басқа кез келген тіршілік иесін өлтіруге бұйрық береді. Содан соң ол күтпеген жерден Исузу және Киомарумен бірге кетіп қалады. Ал жақын маңда жүрген Джикка артқы жақты күзетемін деп шешеді. Бірақ шынына келгенде, ол жай ғана жұмыс істемеудің амалын қарастырып жүрген қу. Джикка қасындағы ниндзяға қарап, Сюгунатқа бағыну деген түсінік бұл миссиядағы олардың нағыз мақсаттарын жасыру үшін қолданылатын жай ғана сылтау екенін айтады. Осы сәтте ниндзялардың бірі ақсақалдың бұйрығын есіне түсіреді. Келесі бос кеңістік Габимару атану үшін қазіргі Габимаруды өлтіру керек. Ол орнынан тұрып, Джиккаға екеуінің мақсаты бір екенін айтады. Өйткені түптеп келгенде, олардың міндеті аралдағы қалғандардың бәрін жою. Алайда бұл ниндзяның өз жоспары бар. Дәл осы уақытта ниндзялардың бірінен қылышты тартып алған біреу пайда болады, ал Норугай оған қауіпсіз жерге бару үшін соңынан еруді бұйырады. Топпен бірге қашып келе жатып, Гантецусай бәріне соғыс туралы білетінін айтады. Оның айтуынша, қазіргі болып жатқан шайқастар жай ғана күш сынасу емес. Нағыз соғыста өмір мен өлім тек сәттілікке байланысты. Онда ешқандай қызық та, мақтаныш та жоқ.
Соғыс бұл жер бетіндегі тамұқ, ал онда тек қашалатындар, қол астында құрбан ететін адамдары барлар немесе жанында құдайы бар нағыз жындылар ғана тірі қалады. Осындай жындылардың бірі Шуген. Оған қарай Доши әскері лап қойғанда ол Эйзенді есіне алып, бүкіл әскерді небәрі бірнеше жойқын соққымен жайратып салады. Шугеннің бұл шеберлігін көрген Киомару одан соғыста тәжірибесі бар жоғын сұрайды. Бірақ Шуген бұны соғыс деп атауға болмайтынын, бұл Сюгунның қасиетті қылыш сынаушыларына қарсы шыққан арамзаларды жазалау, яғни өлім жазасын орындау екенін айтады. Ол өз қол астындағыларға жаудың қашатын жолын бөгеп, бәрін қырып тастауды бұйырады. Су қақпасының жанында Риан өзін келесі Габимарумын деп таныстырған ниндзямен бетпе-бет келеді. Риан оның жақындағанын мүлдем сезбей қалғанына таңғалады. Габимарудың бұл ізіне түсушісі Рианмен соғысқысы келмейтінін, егер осы жерде күте тұрса, нағыз Габимарудың өзі келетініне сенімді екенін айтады. Риан бұл адамның құрлықтан келгеніне қызығушылық танытып, Дошилерге оны жоюды бұйырады. Алайда бұл ниндзя дәл біздің Габимарудың Сагиримен кездескендегі іс-әрекетін қайталап, ниндзюцу көргің келе ме деп сұрайды да, аскетті қылыш әдісін қолданып, Дошилерді өртеп жібереді. Айнала лаулаған өртке оранғанда, ол өз кланына бір кемеден басқасының бәрін өртеуді бұйырып, өзі Рианмен айқасуға кіріседі. Осы уақытта Сагири мен Мэй Дошилер мен Ива ниндзяларының қоршауында қалады. Сагири өзіне ұмтылған ниндзядан қорғана отырып, олардың қимыл қозғалысындағы күмәнді сезу арқылы қарсы соққы береді. Шайқас кезінде ол бір қызық жайтты байқайды. Дошилер Мэйге шабуыл жасамайды, ал Ива ниндзялары Сагиридің кландағы жоғары дәрежесіне байланысты оған тиіспейді. Бұл екі жаққа берілген арнайы бұйрықтардан туындаған жағдай еді. Сагири жеңіске жетудің жолы осы қайшылықты пайдалану екенін түсінеді. Дәл осы кезде екі Доши шабуылға шығады, бірақ оларды кенеттен жабысқақ жіптер ұстап алып, артқа тартып әкетеді. Әрине, бұл ешкім емес, нағыз қу айлакер Юзуриханың өзі. Өзінің досы Сагиридің алдыңғы ауыр шайқастан кейін әлі де аман екенін көрген Юзуриха жүгіріп келіп, оны құшағына алады. Шыны керек, бәріміз де бұған дейін біздің қыз о дүниеге кетті-ау деп жүрегіміз ауырып еді. Бірақ іс жүзінде ол тек қатты шаршағаннан ұйықтап демалуы керек болған екен. Егер ойлап қарасақ, адам ауыр жарақат алып, көзі ілініп бара жатқанда көбіне бұл соңғы сәт шыға деп ойлайтыны рас. Сондықтан Сагиридің өзін өлімге қиып, жолдың соңы осы деп ойлауы қисынды еді. Бірақ міне, бір ұйықтап тұрғаннан кейін ол қайтадан сапқа қосылды. Юзуриха айналадағы бір топ кішкентай ниндзялардың көзін жойып жатып, Сагириге жағдайды түсіндіреді. Ол олармен кездеспес бұрын айналаны барлап шыққан екен. Қазіргі жағдай мүмкін болған ең нашар деңгейде, олар төрт жақтан бірдей болып жатқан шайқастардың ортасында қамалып қалған. Сагири бұл ниндзяларды Сюгун жалдағандықтан, оларды бірге соғысуға көндіруге болады деп ойлайды. Алайда Юзуриха бұл мүмкін емес екенін, өйткені олардың басты мақсаты барлық қылмыскерлерді жою екенін ескертеді. Ол Сагириге бұл аралға не үшін келгендерін ұмытпауды өтінеді. Сагири мұны жақсы түсінеді, және өлместік дәрісінің де су қақпасы маңында болуы мүмкін екенін айтады. Аралға келгелі бері Сагириді алғаш рет көрген Исузу басында жеңілдеп қалғанымен, оның қасында қылмыскер Юзуриханың тұрғанын көріп, есеңгіреп қалады. Сагири оған қазіргі жағдайда қылмыскерлермен бірігуден басқа амал қалмағанын түсіндіруге тырысады. Бірақ Исузу бұл әйелдің қолынан қаншама адамның қаза тапқанын айтып, құрбандарды қорламауды талап етеді. Ол үшін Юзуриха нағыз зұлым. Дәл осы уақытта Киримару Шион мен Нуругайға қарсы шықса, Джикка Чобе мен Томаға тап береді. Исузу мен басқаларының түсіндіруінше, қазір кез келген қылмыскермен өлмейтін мақұлық жау, ал оларға көмектескен кез келген адам, тіпті ол асайымын болса да, сатқын әрі жау болып есептеледі. Осыны айта келе, Исузу Сагириден Юзурихадан алыстап, өз жағына өтуін сұрайды. Осы уақытта ағайындылардан уақытша бөлініп кеткен Гантетсусай мен Фучи қашып бара жатады. Кенет олардың артындағы көлеңкеден ақырын ғана біреу көрінеді. Бұл ешкім емес, нағыз ақылдан алжасқандай көрінетін Шуген еді. Оның үстіндегі киімі мен түрі нағыз аңыз кейіпкерлеріне, тіпті Дарт Молдың стиліне ұқсап, адам шошырлықтай айбатты көрінеді. Оның алдында тұрып, Гантетсусай бұл адамның қаншалықты қауіпті екенін және одан қандай сұмдық энергия бөлініп тұрғанын бірден сезеді. Фучидің қылмыскердің қолын босатып жібергенін көрген Шуген қатты ашуланып, мұның себебін талап етеді. Оның қатыгездігі мен қаталдығына таңғалған Гантетсусай, баяғыда Габимарумен алғаш кездескендегідей, қарсыласының шайқас мәнерін сезіп көрмек болады. Бірақ Шуген оның бұл ниетін бірден түсініп, оны сөйлетпей тастайды. Ол тек Фучимен сөйлескісі келетінін айтады. Гантетсусай аң-таң болып тұрып қалады, өйткені бұған дейінгі қарсыластарына қарағанда Шугеннің ішкі қуаты мен мүмкіндігін мүлдем оқи алмайды. Шуген Фучиге айқайлап, неге қылмыскерге еркіндік бергенін қайта сұрайды. Фучи аралдағы сұмдық жағдайларды, басқа амалдары болмағанын түсіндіруге тырысады. Бірақ Шуген оны тыңдағысы да келмейді. Ол Фучиден Гантетсусайдың қасынан кетіп, өз жағына өтуін өтінеді. Ол бірге өткізген күндерін, анатомия туралы әңгімелерін, таңдаған жолдарын еске салып, достықтарын аяққа таптамауды сұрайды. Фучи бұл естеліктерді өзінің де қадірлейтінін, бірақ бұл аралға келмей тұрып, өмірдің қадірін түсінбегенін айтады. Оның көзқарасы жақын досының өлімінен кейін өзгерген еді. Фучи досын ренжіткені үшін кешірім сұрап, қылышын суырады. Қазіргі басты мақсат аман-есен қашу, ал қалғанын кейін реттеуге болады деп шешеді. Шуген Фучидің Гантетсусайға арнап таңғыш жасағанын көргенде төбесінен жай түскендей болады. Біз білетіндей, самурай үшін қылыш, оның жаны Ямаданың рухы.
Егер сен сол рухтан күш алсаң, соған сай әрекет етуің керек. Бірақ Шуген сөзін аяқтап үлгермей, оны Гантэцусай бөліп жібереді. Ол Шугеннің оны оңай жеңемін деп менсінбегеніне ашуланады. Екеуінің қылыштары қақтығысып, Шуген өз күшіне сенімді және алып денелі Гантэцусайды оңай лақтырып жібере алатынын біледі. Шайқас барысында Гантэцусай шынымен де Шугенді тепе-теңдіктен тайдырып жерге құлатады. Алайда осы сәтті пайдаланып, соңғы соққыны бағыттамақ болғанда, самурайдың нағыз басқа адамға айналып кеткенін байқайды. Арақашықтық ашылған бойда алып жауынгер қайта тап береді. Бірақ Шуген бұл шабуылды оңай тойтарып, Ямада Асайман Гинжиге каллиграфия өнерінде қалай көмектескенін айтып береді. Гинжиді сипаттай бастағанда Шугеннің күші орасан зор деңгейге көтеріледі. Гантэцусайдың көзіне оның бейнесі Гинжи болып көрінеді. Осы жойқын күшпен ол Гантэцусайдың шабуылын қағып тастап, оны жекпе-жекке шақырады. Шугеннің артында қаза тапқан және тірі жүрген барлық Ямада Асаймандардың рухтары көріне бастайды. Ол соңғы соққыны өз емес, бүкіл Ямада Асайман кланының қылыштары бағыттайтынын мәлімдейді. Шайқас қызғанда Шуген Гинжидің дулыға айырғыш әдісін қолданып, Гантэцусайды қылышынан айырады. Қарусыз қалған алып жауынгер соңғы амал ретінде жұдырық ала жүгіреді, бірақ Шуген Кейшудің қабілетін қолданып, тағы да жалтарып кетеді. Алып жауынгер құлай бастағанда Шуген Кейшудің қандай адам болғанын айтады. Ол көп сөйлемесе де, жаудың шабуылын алдын ала сезіп, тойтаруда нағыз данышпан еді. Содан соң ол Кейшудің егін жауыны мен Гинжидің дулығаға бойлау әдістерін біріктіріп, қылмыскерге өлімші жарақат салады. Тізе бүккен Гантэцусай сәл көбірек ойнағым келіп еді деп өкініш білдіріп, біртіндеп әлсірей бастайды. Бірақ Шуген оның сөзіне құлақ аспай, қылмыскерлерге ешқандай мейірім болмайтынын, бұл жай ғана шайқас емес, өлім жазасын орындау екенін айтып айқайлайды. Шуген алып жауынгердің басына қылыш көтергенде, күтпеген жерден соққыны Фучи бөгеп қалады. Фучи қылмыс пен зұлымдық бір емес екенін түсіндіруге тырысады. Гантэцусай қылмыскер, бірақ ол зұлым адам емес. Ол бұл қатыгездіктен шаршағанын, тіпті заман заңына қарсы шықса да, ешкімнің бұдан былай өлгенін қаламайтынын айтады. Бұл сөздерді естіген Шуген Фучидің баяғы кездескен кезден бері өзгермегенін түсінеді. Олардың бұрын қалай дос болғанын, адамдарға бірге тәжірибе жасап жүрген кездерін еске алғымыз-ақ келеді, бірақ бүгінгі заманның талабы басқа. Кенеттен Шуген Фучи тіпті қимылдап үлгермей жатып, оған қылыш сілтейді. Көзіне жас алған Шуген оның соңғы сәтке дейін басқаларды өзінен биік қойған нағыз ұлы адам болғанын айтып күрсінеді. Ринтан ғибадатханасының ішінде Исузу Сагириге неге Шугенге сенетінін айтады. Ол тәртіптің сақшысы. Ол заңға бағынғандарды қорғайды, ал заңды бұзғандарды аяусыз жазалайды. Оның көзінде тек бір ғана стандарт, заң үстемдігі. Сол уақытта Чобе мен Тома беріледі. Шион қаруын тастайды, ал Габимаруға бет әлпеті Ива ақсақалы мен оның әйеліне ұқсайтын екі ниндзя жақындайды. Өліп бара жатқан Фучидің қасында тұрған Гантэцусай Шугеннің тәртібі үшін мұндай қадамға барғаны нағыз жындылық деп есептейді. Шебер меңгеріп, екінші Габимарудың ұшатын ниндзюцу әдісін ниндзялардың өздеріне қарсы қолданады. Ол қоршап тұрған жауынгерлерді олар тіпті қимылдап үлгермей жатып жайратып салады. Әйел Габимару Рианға қарай кунай лақтырады. Ол өлмейтін мақұлықтың бетіне дәл тиеді. Бірақ Риан бірден қалпына келгенде, оның тек сиқырды ғана емес, сонымен қатар тез емделу қабілетінде меңгені белгілі болады. Екінші Габимару өзінің өткен өмірінде нағыз Габимарудан естіген сөздерін есіне алады. Жағдай қандай болмасын, егер жаудың физикалық денесі мен санасы болса, онда оған қарсы міндетті түрде стратегия құруға болады. Осыны ескере отырып, ол қолын ниндзялардың иығына қойып, оларға өз өмірлерін құрбан етіп болса да, кемелерді өртеуге бұйрық береді. Риан кемелердің өртенгенін қаламайды, өйткені кемелермен бірге оның барлық жоспары мен көбелектері күлге айналуы мүмкін. Риан кемеге мінген ниндзяларды дао энергиясымен жаншуға тырысады. Бәрін бірдей тоқтату мүмкін еместігін және Рианның қатты мазасызданғанын көрген әйел ниндзя, мен сенің махаббатыңды таптым, деп айқайлайды. Оның ойынша, Риан айналаға зақым келтірмеу үшін күшін тежеп соғысып жатыр. Шын мәнінде, тек кемелерге зақым келгенде ғана Риан нағыз ауырсынуды сезінеді. Ниндзя махаббаттың кейде қиындық, кейде күш екенін, бірақ бұл шайқаста ол өлмейтін мақұлықтың басты әлсіздігі екенін түсінеді. Ниндзялардың бірі жарықтардан кенеттен шығып, қобыжыққа қарай сансыз шурикендер атады. Риан бұл қарапайым шабуылды оңай тойтарады, бірақ дәл сол сәтте екінші Габимарудың оның қолынан өлместік дәрісін тартып алғанын көріп, есеңгіреп қалады. Әйел ниндзя дәріні басқа жауынгерлерге лақтырып, оны сыртқа алып шығуды бұйырады. Риан оларды тоқтатпақ болғанда, екінші Габимару пиробутақ ниндзюцусын іске қосып, өлмейтін мақұлықты лаулаған отқа орайды. Риан дәрінің кімде екенін бір сәтке де назардан тыс қалдырмай, дау соққысымен жауынгерді жойып жібереді. Бірақ көп ұзамай оның қолындағы заттың тек топ басшысының бетпердесі екені, ал нағыз дәріні алған ниндзяның қашып кеткені белгілі болады. Әйел Габимару күш жағынан жеңе алмайтынын біледі, бірақ бұл соғыс. Жағдай тиімсіз болғанда хаос тудыру үшін жаудың әлсіз тұсын пайдалану керек. Соғыста мықтылар емес, айлакерлер мен зұлымдар жеңіске жетеді. Өлместік дәрісін сыртқа шығарған шиноби үлкен бақалшақты үрлеп, бүкіл аралға естілетіндей белгі береді. Бақалшақтың дыбысын естіген Исузу миссияның аяқталғанын түсінеді. Оның алдында жаралы күйде жатқан Юзуриха әлі де толық айығып үлгермесе де, Исузуға қарсылық көрсетуге тырысады. Бірақ Исузу оның әлсіз соққысын оңай қайтарып, оны жерге құлатады. Дәл осы сәтте Сагири араға түсіп, Юзуриханы құтқарып қалады және Исузудан сабыр сақтауын, оның зұлым емес екенін айтып өтінеді.
Бұл сөздер Исузудың ашуын одан сайын тудырады. Ол өлместік дәрісі табылса да, бұл аралдан бірде-бір қылмыскердің тірі кеткенін көргісі келмейтінін ашық айтады. Оқиға осы жерде бізді өткенге, Ямада кланының жаттығу залына алып келеді. Исузу кландағылардың бәрімен бірдей дос болмаса да, Сагириді алғаш көргенде ақ онымен іштей жақындықты сезінген еді. Өйткені екеуі де ерлер үстемдік ететін кландағы санаулы әйелдер болатын. Енді сол сенген адамының жаумен бірігіп кеткенін көру оның жүрегіне ауыр тиді. Екінші жақта Габимару екі ниндзяның Канкакубо мен оның серігінің өз бет әлпеттерін Ива ақсақалы мен оның әйеліне айналдырып алғанын бақылап тұр. Ақсақалдың кейпіндегі ниндзя Габимаруға оның кланнан қуылғанын, енді оның аты еш жерде аталмайтынын және ауылдан қашқан адамның бұл дүниеде жоқ болып есептелетінін айтады. Ең сорақысы оның әйелі туралы шындық. Олардың айтуынша, оның әйелі Габимарудың жүрегін кланға байлап ұстау үшін ойлап табылған жай ғана елес, алдамшы бейне екен. Бірақ бұл жоспар сәтсіз аяқталған көрінеді. Габимару бұл ниндзялардың бет әлпетін өзгерту өнеріне трансформация тәнті болып, оларға мақтау айтады. Мұндай мақтауды Габимарудың өзінен есту алып, ниндзяны қуаныштан дірілдетіп жібереді. Олардың өзара әңгімесінен Габимару келесі титул иегері, яғни келесі Габимарудың кім екенін бірден түсінеді. Ол Шидзя ниндзялар мұны растайды және аралға келе жатқан жолда Кумакири мен басқаларының қаза тапқанын хабарлайды. Олардың айтуынша, барлық үміткерлерді өлтіріп, осы лауазымға ие болған дәл осы Шидзя. Шыны керек, осы сәтте әйел ниндзяның есімі Шидзя екенін білгенде, менің де басым айналып кетті. Осыған дейін оның есімі мүлдем аталмаған еді. Осы кезде қатты керней дыбысы естіледі. Ниндзялар Габимаруға бұл дыбыстың олардың өлместік дәрісін қолға түсіргенін білдіретін белгі екенін айтады. Сөз кезегі келгенде, Канкакубо кішіпейілділік танытқансып, Габимарудан оның өмірін қиюды өтінеді. Оның айтуынша, егер Габимару оны өлтірсе, ақсақал оған берілген өлім жазасын алып тастауы мүмкін екен. Тіпті егер қаласа, ниндзяның улы сілекейін жалау арқылы бұл өлімді ауырсынусыз етуге болатынын айтады. Габимару, әрине, бұл әдісті өте жиіркенішті деп тауып, бірден бас тартады. Канкакубо болса, оны қайта ойлануға шақырып, жүректерінде бәрібір одақтас екендіктерін алға тартады. Ниндзялардың оның соққы жасау аймағына әлі жақындамағанын байқаған Габимару, оларды ниндзяның базалық қағидаларын сақтаған үшін мақтап қояды. Бірақ соған қарамастан, ол өзінің ішкі қанды айбатын, Bloodlust көрсеткенде, тәжірибелі ниндзялардың өзі сескеніп, артқа шегініп кетеді. Бұған сәл ашуланған Канкакубо оның әлі де ақсақалға қарсы шығуға ниетті екенін сұрайды. Габимару бұл жерден қашуды жоспарлап отырғанын айтқанда, Канкакубо оған Жапонияға оралса да, әйелі үйдің өмірде жоқ екенін қайталайды. Біздің кейіпкер мұндай боттардың бос сөзін неше рет естіді десеңізші. Ол әйелінің тірі еместігі туралы ойдың өзіне төзе алмайды. Әсіресе Ива ауылының психологиялық соғысқа маманданғанын жақсы біледі. Сондықтан оның ұстанымы нақ, көзбен көрмейінше сенбеймін. Ниндзялар оны көндіре алмаса да, Канкакубо оның бас тартқанына қуанышты екенін жеткізеді. Себебі бұл оларға Ива ауылының қазіргі Габимарумен өлімге дейін айқасуға мүмкіндік береді. Клан ішіндегілердің бәрі, әсіресе жастар, оған үлкен құрметпен қарайды. Олар үшін аңызға айналған Габимарумен шайқасу орындалған арман іспетті. Тіпті жоғары дәрежелі ниндзялардың кейбірі осы миссияда жем фадр болу үшін әдейі дәрежелерін төмендетіп, онымен қол ұстасып соғысу мүмкіндігін алған екен. Болашақ шайқастың құрметін сезінген сансыз гениндер, төменгі дәрежелі ниндзялар Габимаруға қарай лап қояды. Алайда дау сезімін қолданып, айналадағының бәрін, тіпті болмыстың әрбір бөлшегін сезіп тұрған ол, тура бір годжо сияқты ниндзяларды бір-бірлеп жайрата бастайды. Ол олардың шабуылдарынан оңай жалтарып, жаудың өз қаруын өздеріне қарсы қолданады. Габимару оларға Ива ауылының психологиялық соғысымен сан жағынан басымдығы оған қарсы жүрмейтінін ескертеді. Канкакубо оның бұрынғыдан да күшті бола түскенін байқайды, бірақ Габимару оны түзетіп, жоқ, мен ақыры әлсіз болуды үйрендім дейді. Ол енді кіммен соғысса да бәрібір екенін, мейлі ол лорд Тензен болсын, мейлі Ива ауылының бүкіл әскері немесе жаңа ямадалар болсын, егер олар оның қашуына кедергі келтірсе, бәрін жермен жексен ететінін мәлімдейді. Бұл жерді алғаш оқығанда қатты күлген едім. Габимару өзіне шабуыл жасаған ниндзяларды бірінен соң бірін ұрып жатып, олардың әрқайсысы өзін таныстырып үлгермей жатып, өшіріп тастайды. Ол тек ұрып қана қоймай, олардың соңғы сәттерінде техникаларындағы қателіктерін айтып, нағыз ұста сияқты үйретіп жатады. Соңында ол соңғы ниндзяны жойқын тебумен ұрып, астындағы еденді қақ айырып жібереді. Кенеттен Габимару өзінің дау қуатын барынша іске қосып, тура бір Бякуган режиміне өткендей бүкіл сарайдың құрылымын сезе бастайды. Ол айналасындағы жаулар мен одақтастар арасындағы қақтығыстарды анық көріпті. Артынан шабуылдаған су ниндзяларынан оңай жалтарып, ол Шидзяның су қақпасындағы қайықта екенін сезеді. Сагиридің әзірге қауіпсіз екеніне көзі жеткенімен, Фучидің құлағанын көріп қатты таңғалады. Бірақ ол үшін қазір басты басымдық миссияны орындау. Сондықтан Габимару басқаларға көмектесуді кейінге қалдырып, Сагиримен кездесу үшін Ринтан ғибадатханасына қарай жүгіреді. Оның жоспары анық, ниндзялар тобынан өлместік дәрісін тартып алып, су қақпасы арқылы аралдан қашып, әйеліне оралу. Осы уақытта Джуджиннің өсімдік тектес қалдықтары кенеттен қайта оянады. Ол Тайсоку ғибадатханасынан баяу қозғалып шығып, жерасты су жүйесі арқылы қасиетті құбыжық Банкоға жетеді.
Кезінде Рианның Банкоға өте жоғары сапалы дауы керек екенін және оны тұтыну қауіпті деген ескертуін есіне алса да, жартылай өлі күйдегі Джоджин бәріне қол сілтеп, қасиетті аңмен бірге бір тұтас мақұлыққа айналады. Сарайдың төбесінен орасан зор ағаш діңдері мен сынықтар жан-жаққа ұшып, Банкамен толық біріккен Джоджин пайда болады. Бұл көрініс аралдағы барлық адамның назарын өзіне аудартады. Дәл осы сәтте Чобе мен Томаның жау қолына әдейі берілгені белгілі болады. Чобе сан жағынан басым жаумен айқасқанша қолайлы сәтті күткенді жөн көрген еді. Бірақ кенеттен ол қолынан қатты ауырсынуды сезеді. Джикка одан не болғанын сұрап үлгермей жатып, Чобенің денесінен бақылаусыз түрде гүлдер өсе бастайды. Сол жерде тұрған тұтқын Доши де кенеттен адам кейпіне орала бастайды. Санасы қайта оралған ол өзінің қайда екенін және мұнда қалай келгенін түсінбей аң-таң болады. Габимарудың бойындағы гүлдену дауысы да бұл құбыжыққа жауап беріп, оның денесінен де гүлдер бүршік жарады. Алыстағы алып гүл құбыжығын көрген ол мұның бәріне сол мақұлықтың қатысы бар екенін түсінеді. Аралдағы құпиялар шешілген сайын, оқиға одан ары қыза түсуде. Шидзяның қулығы мен Шугеннің қатыгездігі әлі талай сорақылықтың басы ғана. Оқиғаның жалғасын жіберіп алмас үшін арнаға жазылып, қоңыраушаны басып қойыңдар, бұл нағыз соғыс. Кім тірі қалады, кім гүлге айналады, оны уақыт көрсетеді. Видео астына лайк басып, Казуми арнасына тіркелуді ұмытпаңдар. Әрбір жазылушы мені жаңа видеолар жасауға шабыттандырады. Келесі видеода Габимарудың нағыз күшін көретін боламыз. Видео ұнаса, достарыңмен бөлісуді ұмытпа. Келесі бөлім бұдан да ыстық болады. Қолдауларың үшін рахмет, келесіде жүздескенше.